Ассалаумағалейкум, Марат мырза. Бүгін міне қазақ елі тәуелсіздігінің мейрамы күні Сәбетхан ағамыздың Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер деген атағымен тұспа-тұс келіп тұр. Сол ағамызды енді сол атағымен құттықтауға осы біраз азаматтар жиылғапты. Енді осы өзіңіз әріптес болған осы қоғамдық жұмыстарды бірге атқарып жүрсіз. Енді Сәбетхан аға туралы бір-екі ауыз әңгіме айтып кетсеңіз. Рахмет. Сәбетхан Ғаббасов ағамызды 2006 жылдан бері білеміз. Енді сіз сөзіңізде әріптес деп өттіңіз. Ол кісі маған әріптес емес, ол кісі біздің ұстазымыз, біздің жол басшымыз, бізге бағыт бағдар беретін үлкен жұлдызымыз өзіміздің арамыздағы. Енді мына алған мемлекеттік марапаты бұл кейбір қазір осындай атақ, осындай марапаттарды кейбір адамдар өздері іздеп алады. Бағана өзіңіз айтқандай, бұл атақ Қазақстанның еңбек сіңген қоғам қайраткері деген атақ Сәбетхан ағаны тапты. Бұл өте үлкен бір жетістік болды. Бізге де үлкен қуаныш. Сол қуанышына ортақтасып отырмыз. Енді менің айтайын деген бір ойым мынау еді. Бүгін енді өзіңіз айттыңыз, осы ұлттық мейрамымызға тұспа-тұс келді деп. Мына мейрамдар туралы заңда мейрамның өзі ұлттық мейрам, мемлекеттік мейрам және басқа да мейрамдар болып бөлінеді. Сондағы біздің қадірлейтін, қастерлейтін мейрамымыз бір ғана ұлттық мейрам деп аталатын осы тәуелсіздік күні. Қалған мейрамдар, жаңа жыл мейрамы, 1 мамыр еңбекшілердің басқа да осындай мейрамдармен бұл қатар тұратын мейрам емес. Себебі атының өзі де айтып тұрғандай ұлттық мейрам, бүкіл ұлт болып тойлайтын мейрам. Осы мейрамның өзі бірақта тағы бір мына көңілге қыжыл кіргізетін бір нәрсесі, осы мейрамды біз 16 желтоқсанды қазір мейрам дейміз ба, жоқ қазақтың аза тұтатын күні дейміз ба. Осы жағынан да халық қазір шатасып, не құттықтарын білмейді, не аза тұтарын білмей жүр. Сондықтан бүгін біз осы алаңға шығып, алаңда бір топ азаматтар мынандай ақ байлап, өзіміздің аза тұтқанымызды, осы Жаңаөзендегі қайғылы жағдай, қасіретті, және осы 16, 17, 18, 86 жылғы құрбандардың қаза болған күні деген сияқты осындай күндерге өзіміздің азаматтық немізді білдіріп отырмыз, ұстанымымызды. Сондықтан енді осы ұлттық мейрамдарды, жай мейрамдарды, мына жай ғана календарлы жыл болып есептелетін жаңа жыл мейрамын ұлттық мейрамнан асыра енді тойлайтын біздің енді басшыларымызға кішкене ой салама деген бір өзіміздің кішкентай ғана құлшынысымыз, соны білдірмекші деген ойымыз. Енді осы жағынан ойланар, ары қарай осыдан бір нәтиже шығар деген үміттеміз.